Тұран даңғылы Елорданың сол жағалауындағы ең үлкен көшелердің бірі. Сарыарқа көшесінен басталып, Қабанбай Батыр даңғылымен қиылысатын тұста аяқталады. Ұзындығы 10.161 метр. Қорғалжын тас жолы, Сарайшық көшесі, Сығанақ, Керей-Жәнібек хандар, Ұлы Дала және Хусейн Бенталал көшелерімен қиылысады. Тұран Түркістан өлкесінің көне атауы. Қазіргі түсінік бойынша Сырдария мен Әмударияның аралығы. Ежелгі дәуірден жеткен мәліметтер бұл өңірде Тур деп аталатын көшпелі тайпа мекен еткенін көрсетеді. Авистада Фердаусидің шахнамасында Иран мен Тұран елінің өзара қарым-қатынасы жайлы көптеген мәліметтер бар. Тұранда түркі халықтарының арғы тегінен сыр шертетін алып ер тоңға атты дастан дүниеге келген. 6 ғасырдан бастап Тұран сөзі түріктер мекендейтін жер, елдің атауы деген ұғымды білдіреді. Сондай-ақ Мағжан Жұмабаевтың түркі халықтарының бірлігін бейнелейтін Тұранның бір бауында атты шығармасы бар. Тұранның бойында Бақыт неке сарайы, Думан қонақүйі, Керуен Сити, Хан Шатыр ойын-сауық орталығы орналасқан. Сарыарқа демалыс және сауда орталықтар бар. Ана мен бала медициналық орталығы, республикалық диагностикалық орталық және республикалық балаларды оңалту орталығы, республикалық кардиологиялық орталық Тұран даңғылының бойында бірінен соң бірі қатар тұр. Барыс арена мұз айдыны, Астана арена спорт кешені де осы даңғылда орналасқан.